Сәлем достар, бүгін осындай тойымды, керемет сиыр етінен тағам дайындаймыз. Алдымен етті пышақпен бірнеше бөлікке бөлеміз. Қой еті де жарай береді. Ол кезде тағамдарыңыз тіпті ерекше дәмді болып шығады. Негізі ет жұмсақ, әрі оған маринад жақсы сіңу үшін етке арналған арнайы балғамен ұрғылап жұмсартып шықсаңыз болады. Маринад үшін бізге қызанақ, сарымсақ, пияз, қызанақ пастасы керек. Мен шашлыққа арналған кетчупты да қостым. Осылардың барлығын ең алдымен блендермен езіп алып, етке құйсаңыз да жақсы шығады. Дәміне қарай тұз, бұрыш, паприканы қосып әбден араластырамыз. Тұзды көбірек қосыңыз, әйтпесе етке сіңбей қалуы мүмкін. Азырақ өсімдік майын, розмаринді қосамыз. Маринад етке сіңу үшін қолымызбен жақсылап араластырамыз. Маринад етке сіңгенше 1-2 сағатқа қоя тұрамыз. Мен 2 сағатқа қойдым. Етіміз 2 сағаттай маринадта тұрды. Енді бетін ашып, арнайы ыдысымызға фольганы, оның үстіне пергамент қағазын салып, үстіне етімізді салатын боламыз. Етіміздің суы, соғы сыртқа төгіліп кетпей, өзінің ішінде сақталып тұру үшін сыртын жақсылап ораймыз. Енді етімізді пешке дайын болғанша 180 градусқа 3,5-4 сағатқа дейін қоямыз. Енді гарниріне кірсеміз, ол үшін картошкамызды алып, бірнеше бөліктерге осылай бөлеміз. Қайнап тұрған ыстық суға бар жоғы 3 минутқа ғана пісіріп аламыз. 3 минуттан кейін міндетті түрде картопымызды алу керек. Картопты судан алып, оған сары май, тұз және де кішкене ғана куркуманы саламыз. Сонымен қатар кез келген қолдарыңызда қандай приправа бар, соны қоссаңыздар болады. Мен тауық етінің приправасын қосып, дәмдеу үшін қосып, осылай араластырдым. Дәмдеуіштердің бәрін қосқаннан кейін картопты жақсылап араластырып, пешке қызарғанша қоятын боламыз. Картопыңызды ет дайын болған соң жасасаңыз да болады. Енді гарнирімізге күріш жасаймыз. Мен алдын ала 2 кесе күрішті суға жібітіп қойдым. Ыдысымызға сары май салып, күрішімізді бірінші қуырып аламыз. Кішкене қуырған соң үстіне азырақ басып тұратындай ыстық су құямыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Алғашында су басылғанша қатты отта қайнатамыз. Одан кейін суы тартыла бастаған кезде астын ең төменгі отқа қойып пісіретін боламыз. Етіміз қызарыңқырап пісу үшін оған соус дайындаймыз. Бал, горчица, сонымен қатар сұйық майды қосып, және де паприканы қосып араластырамыз. Кейбірі горчицаны, балды ұнатпайтын адамдар бар, олар соусты жасамай қойса да болады. Мен қызарыңқырап пісу үшін үстіне аджиканы да қостым. Ет 4 сағат тұрып пісті. Етті бөлек алып, ішіндегі суын құйып аламыз. Ол қазір соңында қажет болады.
етімізді ыдысқа салып, оған алдын ала дайындаған соусымызды жағып шығамыз. Етке соусы жағып болған соң, пешке тағы да қызарғанша 10-15 минутқа қойып аламыз. Еттің өзінен бөлініп шыққан суға барбекю соусын қосып мен бір қайнатып алдым. Ал екінші соусқа майонезге аскөкті, сарымсақты қосып араластырдым. Қараса көз тоймайтын тағамымыз дайын болды. Ас болсын. Достар, менің каналыма тіркеліп, жазылып, қолдау білдіріп қойыңыздар.